Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқадан осындай өте дамды болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Қараңыздаршы, қандай биік әрі жұп-жұмсақ. Менімен бірге дайындаңыздар. Бір жұмыртқадан 13 штук кекс шығады. Мен барлық құрамды 2 еселеп 2 жұмыртқамен жасап жатырмын. Сіздер бір ғана жұмыртқамен жасасаңыздар болады. 2 жұмыртқамызды жарып алып, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып болған соң, артынша осылай 1 стакан сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, артынан осындай сары майымызды құямыз. Барлық керек ингредиентті описание қалдырып кететін боламын. Кейін еліктен өткізілген ұнымызды дайындап алып, үстіне осындай 2-3 қасық, яғни қопсытқышымызды салатын боламыз. 20 граммдай болады. Барлығын бірдіндеп отырып, жақсылап араластырып саламыз. Барлығын сразу бірге салуға болмайды. Ішіне өздеріңіз қалауларыңызша изюм салсаңыздар болады, шоколад қоссаңыздар болады. Мен тек қана